Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, оңай дайындалатын, құрамы небәрі 3 қана заттан тұратын салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен капустамызды тазалап, кесіп алудан бастайтын боламыз. Бізге капустаның теңдей жартысы қажет болады. Енді осы капусталарымызды 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Қатты майдалап жібермейміз, орташа көлемде 4 бұрышты етіп турап аламыз. Турап болғаннан соң осылай үлкен ыдысымызға салып жайғастыра береміз. Үстінен бір дана сәбізімізді осылай үкіштің көмегімен ұзын-ұзын етіп өткізіп аламыз. Дәміне қарай тұз салып, қолымыздың көмегімен сәбізбен капустамызды жақсылап езіп мұжып алатын боламыз. Капустаның арасында ашылмағандарын осылай қолымыздың көмегімен ашып жібереміз. Жақсылап араластырып болғаннан соң үстінен алдын ала майдалап турап алған чесноктарымызды саламыз. Чеснокты езгіштің көмегімен езіп салсаңыздар да болады. Енді үстінен қалауыңыз бойынша қара бұрыш салсаңыздар да болады, қаламасаңыз салмасаңыздар да болады. Енді кезекте осындай чим-чим дәмдеуішінен шамамен 4 ас қасықтай қостым. Бұл дәмдеуіш салатымызға өте әдемі иіс береді, әрі дәмі де өте керемет болып шығады. Енді барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық рецепт астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Үстінен қызып тұрған 4 ас қасық сұйық майымызды құйып, алдын ала турап алған қиярларымызды саламыз. Кішкене түс беру үшін осылай паприкадан да салып жібердім. Барлығын алғашында шанышқының көмегімен, кейіннен қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша укроп немесе көкпияз салсаңыздар да болады, бірақ салатымыздың дәмі осылайда өте әдемі, жақсы шығады. Барлығын араластырып болғаннан соң салатымызды 3-4 сағатқа немесе 1 түнге холодильникке қоямыз. Сонда біздің дәмдеуіштеріміз салатқа сіңіп өте әдемі, дәмді болып шығады. Осымен салатымыз дайын. Қараңыздар, сондай керемет, әдемі болып шықты. Дәмі де өте керемет болып шыққан, кез келген қою тағаммен жақсы үйлеседі. Видео рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоға лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.